Достар, бүгін ғана Қазақстанда жаңартылған Porsche Panamera'ның тұсаукесері дүркіреп тұрып өтті. Алдыңғыда не өзгерді? Матрицалы толықтай жарық диодты шамдары тіпті базалық нұсқада бар. Алдыңғысында тек топ комплектацияда ғана қол жетімді болатын. Және де күндізгі шырақтары төртеу. Panamera'ның форм факторы өзгерген жоқ. Тек артқы жағында әдемі Porsche жазуы пайда болды. Қып-қызыл шоқтай жанатын моноқасы орнында. 21 дюймді дисктерін қараш, өте әдемі көрінеді. Алдымызда 3 үлкен монитор пайда болды. Оның біреуі оң жақтағы жолаушыға арналған. Және де ортадағы қорап селекторымыз мынандай әдемі батырмаға айналды. Капотының астында сол баяғы 2.9 литрлі турбо V6. Ал V8 тек экологиялық шарттары жеңіл елдерде ғана сатылмақ. Гибрид Panamera'ның енді ат күші 519 жылқыға ұлғайтылды. 100-ге дейін 3.2 секундта жеткізеді. Бағасы 95 миллион теңге. Ертеңге дейін келген алғаш клиенттерге 7,5 миллион теңге жеңілдік.